Қасқырдың өзге аңдардан дара, олардың ешқайсысына ұқсамайтын қасиеттері көп. Мұны қазақ жақсы білген. Қасқыр ешқашанда екі рет жұп құрмайды. Терісін тірідей сойып алсаң да, қыңсылап дыбыс шығармайды. Қаншығы, яғни құртқасы, өмірінде бір-ақ рет бөлтіріктейді. Күшік кезінен асырасаң да, құйрығын бұлғаңдатып еркелемейді. Иттің иесі болғанымен, бөрінің тәңірісі бар. Жазда тауға, қыста жазыққа ұмтылады. Бөлтіріктесе, жанындағы елді мекендердің малына шаппайды. Қазақ қасқырдың атын атамаған, құтырып кетеді деп ойлап, ит құс деп атаған. Қасқырдың терісінен жасалған ішікті белсіздікке ұшырайды деп жас жігіттерге кигізбеген. Қасқырдың ішігін жамылған адамды боран болсын, ызғар болсын ала алмаған. Қасқырдың терісін бір-екі сағат бөстек қылып отырсаңыз, күні бойы денеңіз қызып жүреді. Терісін аяқ киімге ұлтарақ қылып салсаңыз, табаныңыздан еш уақытта суық өтпейді. Қазақ бөріні келі деп пір тұтқан. Қазақ халқы көне заманнан байрағына көк бөрінің бейнесін бейнелеген. Әйелінің аяғы ауыр кезде ер адам түсінде көк бөріні көрсе, онда ол текті бала туады деп жорыған. Қасқырдың нәжісі жатқан жерге бұралқы иттер тағы басқалар жоламайды. Қасқыр еш уақытта иттің күшігін бауырына баспайды. Ал ит қасқырдың күшігін бауырына баса береді. Қазақ тектілері әртүрлі жағдайларға байланысты кейбір азаматтардың нағашысының қолында болып кейін өз жұртына келсе, итемген, сүтемген деп атаған, яғни екі киелі әруақты емген. Қасқырдың асығы мен иттің асығы бір-біріне ұқсамайды. Ұйлыққан қасқырды қазақ атпаған, өршеленіп кетеді деп ойлаған. Жазатайым атып қалса, екеуін де атып алуға тырысқан. Өйткені біреуі аман қалса, сол күннен бастап сол ауылдың малына, жанына шабуыл жасаған. Атқан аңшының малынан бөлек бала-шағасын қырып кетуге тырысқан. Қасқырдың терісін илеп, қайнаған суға бірнеше рет салсаңыз да, өзінен тән иісі ешқашанда жоғалмайды. Қасқырды қазақ халқы ешқашанда азаптап өлтірмеген, киесінен қорыққан, құрметтеген. Егерде азаптап өлтірсе, жамандыққа ұшырайды, немесе ұрпағына зиян келеді деп ойлаған. Өмірде қасқырдай айлакер, ұйымшыл, ақылды жыртқыш жоқ. Қасқыр қыста боранды күндері күніне 100 шақырымнан астам жортады. Аңшылар қасқыр аулауға шыққанда, мылтығының ұңғысының аузын жауып қоятын болған. Себебі қасқырлар неше шақырымнан болса да мылтықтың иісін сезіп қояды. Қасқырдың тісі тиген, қасқыр талаған малды қайта қатарға қосылмайды деп сойып тастаған. Қасқыр малдың ұлығы түйеге тиіспеген, киесін таныған. Егерде түйе шөгіп жатса, үстінен секіріп өткен. Қасқыр бөлтірігіне тамағын құсып берген. Бір топ болып өтсе де, яғни үйір болып бір ізбен жүрген, соқпақ жасамаған. Қасқырдың тісі тік болмайды, айқасып қалады. Тым қатты ашыққанда аузын ашып жүреді, өйткені жағы қарысып қалады. Аңшылар қасқырды қуғанда бір жағынан қуған, әбден шаршағанда екінші жағынан ұрып алған. Себебі қасқырдың мойны да бұралмай қарысып қалады. Қасқырдың ішігін киіп атқа жақындаса, ат үркіп мінгізбей қояды. Қасқыр дыбысты 10 шақырымнан естиді. Иісті түгел ажырата алады. Үйірді бастап жүретін арландары болады. Сарыған тезек тастаған жеріне 3 немесе 7, 14, 21 күнде әйтеуір бір соғады. Және ескі қораға, құдық қыстауға бір соқпай кетпейді. Аңшылар осыны біліп, дәл сол жерлерге қақпан қойған. Бөлтірігін туарда апанын судан қашық қылмайды, 2-3 шақырымдай жерден қазады.
терісін сыпырып алғаннан кейін де етіне шыбын шіркей қонбайды, құрттамайды, қатқан болып жата береді. Иісін сезген бірде-бір аң еттің маңына да жоламайды. Иттер қасқырдың өлексесі бар үйдің маңынан аулақ жүреді. Қасқырдың терісін сыпырсаң да тектілігін сыпыра алмайсың деген ата-бабаларымыз. Қасқыр боранды күні құтырған. Ешқашанда өлексе етті жемейді, тек балғын жас етті жеген. Ұстап алған жемтігімен ыстықтай қоректенген. Бір жегенде 10 келідей ет жеген. Құрметті оқырмандар, киелі қасқыр туралы сіз білмеген мәліметтермен бөлістім. Егер сізге ұнаған болса, лайк басып тіркелуді ұмытпаңыз. Жақындарыңызбен бөлісе отырыңыз.